Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді гуляштың рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай 7 штук картошкамызды ашып, жуып, тазалап, турап, осылай үстіне су құйып, отқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте осылай тауықтың етін қуырып аламыз. Екі бетін аудара отырып қуырып аламыз. Тұз, бұрышын сеуіп, қуырып аламыз. Содан соң оны алып, қайтадан басқа отқа қуырамыз. Поливкасын дайындап аламыз. Майымызды қыздырып, үстіне пиязымызды, бір дана пиязымызды майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне бір ас қасық тұз және де 2 ас қасық паприка саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне томат пастасын немесе осылай салат қоссаңыздар да болады. Мен салатты пайдаландым. Салаттан бір 4-5 қасық саламыз. Осылай қуырып жатып, бір ас қасық ұн салып қуырып алуымыз керек. Негізінде мен ұмытып кетіппін. Суды құйып болғаннан соң бір ас қасық ұнды жақсылап араластырып алдым. Содан соң үстіне ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз. Дәмі енді өте әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Қаймағымызды да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қайнағаннан соң үстіне жаңа қуырып алған тауық еттерін салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң үстіне бір дана лавр жапырағын салып, бетін жауып, баяу отқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте пюремізді дайындап аламыз. Үстіндегі суларын төгіп, осылай барлығын жақсылап езіп аламыз. Осылай картошкамыздың барлығын езіп болғаннан соң үстіне май саламыз. 80 грамм немесе 100 грамм саламыз. Содан соң аздап сүт құйып, майымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз.
Міне пюреміз осымен дайын болды. Подливымыз да дайын. Енді кезек тамағымызды салып ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сөз жоқ, өте дәмді болып шықты. Біздің үйдегілердің барлығына ұнады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!